Жібек жолы ауылында біз азаматша қорының филиалын ашып жатырмыз. Негізінде бұл жақта негізгі қолдау көрсеткен Жібек жолы ауылының әкімшілігі болып табылады, және де әкімі Эльмира Алтынбек қызына өте көп рахмет. Қорда тіркелген аналардың өте көп аналардың тізімі осы ауылда. Тұрар, Көләш ауылы және Жібек жолы ауылы. Және де біз 1,5 жыл ішінде талай сұрақтар болған, қашан бізде ашылады екен, бізге сізге барып оқуға да, киім алуға да, көмек алуға өте қиын болып тұр. Енді жол ғой, уақыт, жол әлі де көп балалы аналар балаларымен шыға алмайды, оның баптарын түсінесіздер. Ол ең бірінші бізде мына жақта психолог, заңгер консультация тегін болады. Содан кейін бізде компьютерлік курстар ашылады. Негізгі идея аналарға жаңағындай консультативный жұмыс көрсету және де кәсіпке, білімге баулу. Бүгін біз ең осал топтағы жаңағы ең қиналып тұрған жандарға осы Жібек жолы ауылында тұратын тұрғындарға көмектестік.